құрметті қалайық, бүгінгі мына үлкен жастығымыз құтты болсын. Осындай әрқашанда біздің қазақтың туы биік болып, ар-намысымыз жоғары болсын. Осындай бізге біздің жанұямызда қиындық болған кезде осы көп азаматтар, жүректері таза азаматтар бізбен бірге болды. Соның арқасында біз 100% жеңбесек те, бір 70-80% шындыққа жеттік деп ойлаймын. Соның бірінші айта кететін Гүлжанат Шонабай, Шайахмет ағамыз ылғи да біздің қасымызда бір бауыр туғандай бізбен бірге жүр. Сіздерге Алла жар болсын, әрқашан жолдарыңыз ашық, Аллаға жақсылық келе берсін. Сонымен бірге Дос ағаға мақалалар енді керемет. Мен әрбір мақаласын өзім жаңағы киосктерден іздеп жүріп, өзім оқып жүрдім. Әр азамат жас алашқа шығып жатты, Қазақстан заманы, Түркістан газеттерінде жақсы мақалалар шығып жатты. Сол азаматтарға көп рахмет айтамын. Ұжымдарына да үлкен табыс тілеймін. Не деймін? Осылай бәріміз қазақ азаматтар, қазақтар бірге болсақ, әрқашан жеңіске жетеміз. Бізде жаңағы әлі де қазақтардың жаңағы 200-лік баяғы қалмай келеткен бір артқа қарайтын бір нелер бар ғой, жалтақтап. Солар болмағанда біз 100% жеңіске жетеміз. Бәрі жақсы болып, бәрі керемет болып. Сол 200 азаматтар біресе былай сөйлейді, біресе былай сөйлейді. Жаңағы шындықты айта алмайды бетке. Сөйтіп жаңағы Гүлжанаттың жаңағы сотында да, мысалы, жаңағы тергеушіге басқаша сөйлеген, ал сот кезінде тіпті келуге беттері күйіп, келмейді ғой. Өздеріңіз ол куә болдыңыздар. Сонымен біздің жаңағы саясатымызда кішкене кедергі болып жатты. Бірақ бәрібір біз бәрі жеңіске жеттік деп ойлаймын. Мына кітап енді керемет. Гүлжанатқа көп рахмет. Осындай жарты жолда қалмай, бірге аяғын алға басып, әрқашан жаңағыдай мойымай, сондай қажырлы еңбек етіп осы күнге жетті. Көп рахмет саған. Бар жақсылық тілеймін.